Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін күн тамаша екен. Күндеріңіз сәттілік. Балдарым метіркелерін алып, кітапханаға баруды жөн көрдім. Кітап таусылмас қазына дейді. Аялдамада тұрсақ, біздің керек автобусымызда келе қалды. Барлығымыз жапа-тармағай осы автобусқа мініп алдық. Мініп түскеннен кейін мосттың үстінен өтіп, арғы бетке өтіп, кітапханаға тез жетіп алдық. Содан кітапхананың ішіне кіргеннен кейін пропускымызды шығарып, дайындап, міндетті түрде пропусксыз кіруге болмайды, білесіздер. Содан ал қызық, енді балдарым барлығы кітаптың барлығын анаусын бір ұстайды, мынаусын бір ұстайды. Содан мен айттым, қой балдар, әрқайсысын ұстай бергенше, бірінші ішіндегі қысқаша мазмұнымен танысыңдар. Аннотация дейді ғой. Соны танысып, содан кейін барып, егер де өздеріңе ұнаса, қызықтырса ғана алыңдар дедім. 10 күн уақыт беріледі. Сол 10 күн уақытта, егер үлгірмесеңдер, әрі қарай создырып тағы да оқуға болады. Бірақ кітапты міндетті түрде соңына дейін оқу керек балалар дедім. Содан өзім қой, мен танысайын, бірінші балаларымның алған кітабын деп қарап шықтым. Сөйтсем, күрделі сөздері өте күрделі, баламның жас ерекшелігіне сай келмейді екен. Сөйтіп, ол кітапты қайттан орнына қойдым. Содан өзіме де керек кітаптарды бір қарап шықтым. Керек кітабымды алдым да үйге қайтуды жөн көрдім. Үйге келгеннен кейін кітаптарға обзор жасайын деп шештім. Күштің сыры неде деген кітапты үлкен қызым таңдады. Және күн жүйесі деген не деген кітапты екінші қызым таңдады. Екінші қызыма тағы да мына кітап ұнады. Қыздарға арналған энциклопедия. Үлкен қызым Бейімбет Майлиннің Күлпаш шығармасы, Иван Тургеневтің Екі дос шығармасын алды. Және өзіме қызықтырған Мәшһүр Жүсіптің Ит дүние, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармалары. Рахмет достар.